Махаббат қайда кетеді? Қазір ғашықтардың қосылуына кедергі өте аз. Жастар көңілі жарасқан адаммен шаңырақ көтеріп жатыр. Мәселе сол некенің ғұмыры барған сайын қысқарып бара жатқанында. Сүйдім күйдім, сенсіз өмір сүре алмаймын деп жүріп неке қидырып, жылға жетпей сезімдері суып ажырасып жатыр. Осы тенденцияға қарап кейбір психологтар махаббат 3 айдан 3 жылға дейін созылады деген тұжырым жасап үлгерді. Қалай ойлайсыз? Бұл дұрыс па? Расында кеше ғана мәңгі тұратындай көрінген ыстық махаббат, лапылдаған сезім үйленген соң қайда кетеді? Логотерапия ғылымы бұл туралы былай дейді. Ежелгі гректер махаббатқа таным көзі ретінде қараған. Екі жас ғашық болғанда бірін-бірі тануға ұмтылады. Алдымен көңілі түскен адамының мінезін, талғамын, ақылын барлайды. Оның өскен ортасы, алған білімі, ата-анасы, туған туысы, өмірі бәрі қызық боп көрінеді. Осылай тереңдеп зерттей береді. Міне осы таным процесі тоқтағанда махаббат аяқталады. Жігіт қызды немесе қыз жігітті толық танып біткен соң, одан жалыға бастайды. Әдетте жалығу сезімі үйленгеннен кейін 4-5 айдан соң басталады. Ал 2-3 жылдан кейін әйелі күйеуін, күйеуі әйелін толық танып үлгереді. Оның күнделікті не істейтінін, қолынан не келетінін, әдеті қандай, сөзі қандай, керек десең ойы қандай екенін жаттап үлгереді. Мәселен, әйелі күйеуінің диванда жатып сыра сораптап, футбол көретін әдетіне әбден көз үйреніп қалады. Оған басқа ештеңе қызық еместігін біледі. Сол сияқты күйеуі де әйелінің үйдегі жанжалды, ұрыс-керісті қалай бастайтынын зерттеп біліп алған. Ал зерттеліп біткен объект адамға қызық емес. Сондықтан ол басқа бір таңсық объектіні іздей бастайды. Ал махаббат осылай тұралап қалмау үшін не жетпей тұр деген сұрақ шығады. Оның формуласы бар ма? Логотерапия ғылымы бұған өзіндік жол ұсынады. Ерлі-зайыптылардың арасындағы сүйіспеншілік тарқамау үшін олар үздіксіз рухани дамып отыруға міндетті. Рухани даму адамның жауапкершілік, мейірім, уәдеге беріктік, жасампаздық, шығармашылық қабілеттерін күшейтеді. Ондай адамды толық танып білу мүмкін емес. Оның көрінісі әртүрлі болады. Бірақ сыртқы көрінісі жасампаздық арқылы байқалады. Мәселен, рухани даму үстінде жүрген ер адам альтруистік мінез көрсетіп, өзгелердің қайғысына ортақтасып, қол созып, көмек беріп, я болмаса қоғамдық істерге араласып, жаңа бір өнер түрін, ғылым түрін меңгеріп бастайды. Ал әйел адам орта жасқа келсе де жаңа тамақ түрлерін меңгеріп, неше түрлі тәттілер пісіріп, кітап оқып, немесе би үйреніп, спортпен шұғылданып, тіл үйреніп, туған туысқа қамқорлық көрсетіп, және ең бастысы күйеуіне жағдай жасап бастайды. Мұндай құбылыс ешкімді бейжай қалдырмайды. Ерлі-зайыптылардың біреуі рухани дамуға беттесе, бұл оның жұбайының да рухани сілкінуіне себеп болады. Яғни махаббаттың тоқтап қалмауының жалғыз жолы үздіксіз рухани даму, өнер мен ғылым үйрену, құндылықтар жинау.